Жеке жыл саны 7. Өзін-өзі тану жылы. Пассивті жыл. Адам сыртқы болмыстың бәрінен алшақтауы тиіс және ішкі рухани дамуға, өзін-өзі талдауға уақыт арнайтын кезең. Бұл уақыт рухани жалғыздық пен ізденіс. Кез келген қадамды мұқият ойластырып, белсенді және импульсивті шешімдер қабылдамаған жөн. Жаңа білім мен тәжірибе, оқыту және білім беру уақыты. Биылғы жыл қандай да бір жолмен өзгерсе келетін көзқарастар мен құндылықтарды қайта бағалау. Биылғы жыл сізге несімен қолайлы? Рухани өсумен және дене сезімімен айналысу, өзін-өзі жетілдірумен, ішкі тұлғалық жұмыстармен айналысу. Биылғы жыл маңызды ашулар мен көп нәрсені алу жылы. Жыл күші. Өз және басқа адамдардың қателіктерінен, тәжірибелерінен үйрену. Өз мақсаттарын және өз өмірінің бағытын қайта қарау, өзіңізге үңілу. Сабақтарын қайталануын болдырмау үшін өмірдегі оқиғаларға мұқият болыңыз. Жүрегіңізді махаббат үшін ашыңыз. Достар, маған тіркеліп комментарий жазуды ұмытпаңыздар.